Ассалаумағалейкум достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз қазір Қытайдамыз. Қытайдағы ең мықты жүйе құрған, номер 1 жүйе система құрған заводқа келдік. Бұл заводпен мен өзім жұмыс жасаймын. Ол жердегі заводтан шығатын товарларды мен өзім Wildberries сатамын. Өзім брендімді қалыптастырамын. Өз жұмыс істеп жатқаныма где-то жарты жылдай болып қалды. Соған қазір полный обзор түсіретін боламыз. Видеоны до конца көріңіздер. Видеоның соңында обязательно осы завод туралы айтып, қалай жұмыс жасау керек екенін примерно сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Бір қызықты жайды айтып тастайын. Мынау қолымдағы доп неге тұр десеңіздер, мына баскетбольный площадка полный мына жерде тұрған. Чисто осы заводтың сотрудниктарына, қонақтарына жасалған. Ойлаңыздаршы, өзінің баскетбольный площадкасы бар. Мына жерде ресторан сияқты өзінің асханасы бар. Мына жерде беговой, теннис ойнайтын жері бар. В общем, бұл чисто айтқан сотрудниктарға. Бұл как бір мемлекет секілді ғой. Иншалла сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Видеоны до конца көріңіздер, Қытаймен жұмыс жасаңыздар. Не үшін Қытаймен жұмыс жасау керек екенін тоже осы видеода айтатын боламын. Все, кеттік. Мен баскетболист емеспін, брат. Біз негізі бұл завод бізде киімдер өндіреді. Ол қандай киімдер десеңіздер, ол женский спортивный киімдер. Мужской шығармайды бұл жерде. Қателеспесем, шығармайды ғой, мужской. Еркектерде бар, бірақ өте аз, тек қана әйел адамдардың спортивный айтқанда именно осиный материалмен, сондай материалмен шығаратын осы завод. Жалпы пример ретінде көрсетейін, міне осындай уникальный дизайн жасайды. Мен не үшін бұл заводпен жасаймын, потому что бұл заводтың товарлары осындай уникальный, необычный дизайнда жасалған. Негізінде егер де сіздер рынокта неше таңдайтын болсаңыздар, жалпы ол рыноктан сіздер отличаться етіп, өзіңіздің уникальностьтарыңызбен отличаться етіп, сапаңызбен, бағаңызбен адамдарды таңғалдыратын болсаңыз, онда сіздің нишаңыз иншалла атады. Хоть Wildberries'та болсын, хоть былай болсын, хоть Instagram'да болсын сататын болсаңыз да, сіз егер де необычный товар таңдайтын болсаңыз, сіздің товарыңыз атады. Және ол жерде тек қана алдың, таңдадың, салдың емес, одан бөлек сіз ол товарларды сата білу керексіз. Сату деген реклама жасап үйрену керексіздер. То есть соның барлығын жасау арқылы ғана бұл товарларды сіздер успешно сатасыздар. Біз қазіргі уақытта алдында бірінші партияда біз 10 мың штуктай осы товарды алдыртқан боламыз. Где-то 40 түрлі товар алдырғанбыз. 40 түрлі товар. Соның ішіндегі қазір почти бүкіл бітіп қалды. Енді біз қазір повторный партия именно тесттен өткен, жақсы, мықты өткен товарларды заказ берейін деп жатырмыз. Мысалға айтатын болсақ, бұл товарлардың дизайнымен қараңыздар артықшылығы, және де ең артықшылығы бұл жерде сапа и бағасы. Бағасы 1200 теңге тұрады мысалы да. Осы жердегі бағасы. Бұл жетем дегенде бір 1500 болуы мүмкін, ары барса 1500 теңге болады да, бір штук. Мен бұны сататын бағам 7000-8000 теңгеден. Мен өзім негізінде рынокта арзан сатам. Түсінсіздер ме? Мен солай арзан сапа беру арқылы, маркетинг арқылы, осындай товарларды сату арқылы ақтың қалауымен біз қазір Wildberries'та сауда жасап жатырмыз. Бұйырса осы товарларды мен Қазақстанға кіргізуден ниетім бар. Бұл видеоның жалпы тұжырымдамасы сіздерге түсіндіру, қалай неше таңдау керек, қалай заводтармен жұмыс жасау керек, қандай заводтардың объемы бар, неге заводтармен жұмыс жасаған дұрыс, вообще Қытаймен жұмыс жасаған дұрыс па? Осы видеоның тақырыбын сондай қойып қойыңдаршы. Қытаймен жұмыс жасаған тиімді ме деген сияқты. Негізінде Қытаймен жұмыс жасаған көбінесе тиімсіз. Кімдерге және қалай сол сұраққа тоже жауап беріп өтетін боламыз. Міне, жалпы ассортименттердің барлығын көріп отырсыздар. Бұйырса бізде өтіп жатқан мына хит товарлар тоже осы жерде бар. Қазір осы жерде бастықтармен переговор жүреміз, полностью келісеміз, бағасын келісіп, партиямен келісіп, бұйырса осы товарлар заказ беретін боламыз. Енді қазір осы затты қалай өндіретін туралы кішігірім обзор түсірейік, потом дальше больше сөйлесетін боламыз. Бұл заводтың жүйесін толықтай қамтамасыз етіп отыратын 100-ден аса IT команда бар. Бұл ол жерде отырған жоқ. Біз тұрған жерде тек қана отдел продажа отырады. Сату бөлімі 100-ден тоже асады. Бұл жерде Pinduoduo, Alibaba, 1688 немесе де басқа сайттар арқылы толықтай заказдарды міне осы жерде қабылдап отырады. Қараңыздаршы. Мына жерде 100-ге жуық адамдар тұр. Қазір уже бізде жұмыс уақыты бітті негізінде. Адам аз болып тұр. Негізінде барлығы осы жерде отырады. Бір көрсете сал. Чо да как? В общем, осы жерде адамдардың барлығы заказдарыңызды қабылдап отырады. Мынау баскетбольный площадканы көргенде мен вообще шоке болдым, шынымды айтайын бар ғой. Чисто жұмысшылар енді жатақхана бар ма еще? 500 адамға жатақханасы бар еще, машалла. 1000-ға жуық адам жұмыс жасайды. Мынау бізде столовый, қараңыздар, столовыйның өзі уже мана. В общем, кәдімгідей бір үлкен столовый ғой. Мынау беговой, теннис ойнайтын дорожка. Достар, мен кішкене культурный шок болып жатыр да. Өткені мына жер, мен даже өзім жұмыс істегім келіп кетіп жатыр да. Себебі бұның жүйесі, дамуы, в общем,
өте керемет. Біз үйренетін нәрселер өте көп бар. Прям потол. Кеттік, жүрек. Қазір біз заводтың уже ішкі жағына келдік. Мына жерде бес болдық жүзіне. Достар, бұл завод бірақ нәрсені сатып алады. Ол мына жіптерді ғана. Осы жіптерден бастап, бағанағы киімдерге дейін полностью осы процесті осы заводтың өздері жүргізеді. Қазір сол процесті сіздерге көрсететін боламыз. И бұл завод Қытайдағы негізі производство жағынан да количество жағынан номер 1 алынады. Себебі бұл жылына 25 миллион штук товар сатады. Күніне 100 мың штук товар сатады. Кетіп көрейік. Мына қараңыздар. Мына жіптерден, мына қараңыздар. Жіптерден көресіз. Мына жіптер тұр. Осы жақтан ары қарай барады. И мына жерде ақ жіппен қара жіп қана бар. Қара жіппен основной цветтер жасалады, ал ақ жіппен басқа цветтер боялып, химиямен басқа цвет шығарады. Мына аппарат тұр. Осы аппаратты айналдырып, мынандай нәрсе шығарады, жүріңдер кет. Осындай аппараттың 35 штугы бар осы заводта. И сөйтіп ол товарлар осы бағанағы жіп мынандай матаға айналады. Қараңыздар. Мощный ма? Осы матаны өздері шығарды, и матаны кесіп, қайтадан тігіп, киімді шығарады. С нуля получается. Тек қана жіп шығару ғана қалды бұл жерде. Жіпті сатып алып келеді бірақ. Осындай объемда жұмыс жасайды. И бұл кісілер негізінде Nike, Adidas деген үлкен фирмалар бар ғой, спортивный. Олардан да көп объемда шығарады. Өткені бұл товарлар объемға, то есть количествоға жұмыс істейді. Бағасы арзан деген сияқты ғой, короче. Түсінсіздер ма? Мынау енді объем вообще айта алмадым. Мына ақ жіптер тұр. Бұлар тек қана басқа цвет шығару үшін негізінде. Кет дальше. Қараңыздаршы, ол дәл осындай аппараттар анау линияға дейін барады. Толықтай. И бұл жүйенің барлығының 80%-ін тек қана роботтар жасайды. Тек роботтар, ойлаңыздаршы. И ол робот дегеніміз IT деген сөз ғой, сондықтан да IT-дің артында 100 шақты адам отырады. Толықтай осы баланстың барлығын қарап. Конечный итогта міне товарлардың фотосы осындай, міне дәл осы товарлар осы жерде өндіріледі. Енді бағанағы детальдарға бөлінгеннен кейін мына вешалкадан осы жерден бүйтіп түсіп келеді да, тігіншілерге түседі. И тігіншілердің процесі енді бәрі қайда отыр десем, 1000 жұмыскер. 1000 жұмыскердің ең көбі осы тігіншілер екен. Кетіп тігіншілерді көрсетейік. Қараңыздар. Мына жерде тігіншілер, қараңыз. Бір көріп. Мына жерде вешалкамен тігіншілердің алдына өздері келеді. И бір тігінші бірақ детальді ғана тігеді. Ойлаңыздаршы. Мысалға, біреу тек қана қолын тігеді, біреу тек қана мойнын тігеді, біреу тек қана белін тігеді. Сөйтіп бұлар максимально бұл айтқанда жұмысты оңайлатады да, бір жағынан, екінші жағынан профессионально и качествоға жұмыс жасайды. И мына жерде компьютерді бақайтын болсаңдар, бүгінге план қойған мысалға. 2400 деп тұр қызылмен, көрініп тұр ма? И қазіргі уақытта 1706 штук сол товар жасалған. 71% план уже орындалып тұр бүгінгі, ойлаңыздаршы. Күнделікті бұл завод 100 000-ге жуық единицадай товар шығарады. И әр рядта, әр компьютер тұр ғой. Әр компьютер ол әр түрлі товар. То есть бір түрлі ғана товар. Ойлаңыздар. Бір түрлі товар, бір ряд. Түсіністер ғой? Кетіп дәл көрсетейік. Мысалы, мына рядта тек қана қоңыр түрлі товарларды өндіріп жатыр. И артынан келіп түсіретін болсаңыздар, қараңыздар. Кетіп жүр. Мына аппарат бүйтіп алып келеді, мына жаққа өзі автоматически түсіреді мына заттарды. И бұны алып келіп, мына тігінші жасайды. Бұл тігінші
деталін тігеді да, дайын болғандарын былай ары қарай жібере береді. Ары қарай жібере береді, ары қарай кете береді. И дайын болған товарлар ары қарай барады. Уже дайын болған товарлардың тізіміне қарай кіре береді. Достар, мына жерде еще бір таңғалдыратын нәрсе, әр сотрудниктің бонусный системасы жасалған. Ол қалай десеңіздер, мына қараңыздар. Мысалы, мында кел. Мысалы, мына сотрудник күніне қанша штук жасайды, сонша ақша алады. Міне, үстінде компьютер тұр, сотрудниктің, жұмыскердің. И сол компьютерда 266 штук жасаған, қателеспесем. Сол объемға байланысты зарплата алады. Егер де бұл кісі активно, мықты, опытына жұмыс жасайтын болса, бұл кісі көбірек оплата алады. Ойлаңыздаршы, вообще күшті да, бұл бонусный системасы өте керемет жасаған. Бұл жердегі заводтағы адамдар, то есть бастықтары болсын, өте қарапайым, еңбекқор адамдар. Жақындап тұршы. Өте еңбекқор адамдар, дұрыс күте алады, клиенттермен дұрыс сөйлесе алады. Дайын болып болғандар айтып жатыр, мынау дайын болған, уже тігіліп болған дайын товарлар мына жақта астына қарай түсіп жатыр. Бұны ешкім тасымайды. Мына. Уже готовый товарлар. Машалла, өте керемет. Астына қарай түсіп жатыр, қараңыздар. Астына қарай түседі де, уже бұл жерде сортировка қарай баратыр ана жерде. Бұны тағы бір төменгі этажға түстік. И бұл жерде уже міне қараңыздар, готовый товарлар бәрі осылай тұр. Қара, мына жақта тұршы. Бәрі уже готовый товарлар. Енді бұған тек қана сборка ғана қалды. Осы товарлардың барлығын брендировать етеді, упаковка жасап, былай айтқанда уже отправкаға жіберетін болады. Енді мынау жүйенің құрылғаны қалай құрдыңыздар деп сұрасақ, енді өте көп білім алғанбыз, өте үлкен команда жасаған дейді да бұл нәрсені. Былай айтқанда біз үйренетін нәрселер өте көп. Мынандай масштабтарды біз көріп, кішкене, в общем, шок болып қаладырық. Иншаллах, осыдан үйренетін нәрсеміз өте көп екен. Мына жерде міне қарасаңыздар, адамдар тұры бұл жерде сборка жасайды. Жасаған кезде міне барлық товарлар осылайынан упаковка жасалады. Клиенттің өзінің желаниясына байланысты QR-лар міне размерлерімен, мына жерде міне этикеткалары бар. Менде тура осылай этикетка, упаковка барлығын осы жақтан жасатқан болатын. Машалла, керемет. И потом мына жерде міне қараңыздар. Тура осылай қапқа салынады. Заводтың системасы өте экологичный жасалады. Достар, Аллахтың қалауымен біз қазір осы заводтың егесімен кездесу бізге мүмкіндік түсіп тұр екен. Аллахтың қалауымен ол кісімен жақсы сөйлесіп, кім Орынбек мырза, Орынбек брат себепкер болды. Қазір ол кісілермен бірге отырып тамақ жейтін жерге келдік. Енді бұл кісінің айлық обороты бізде 80 миллион юань екен. Ол примерно бізде 5 миллиард теңге айлық. Таза табысы бұның ішінде 1 миллион юань, ол бізде 65 миллион теңге, 65 миллиард па қанша? Қазір санап примерно жазыреміз. Айлық таза табысы. 1000万还是1000万？差不多是1 миллион юань деді ғой пайдасы. Қанша теңге ол? 65 миллион теңге ма? 1 миллион. 1000 万деген 10 миллион ба? 10 миллион. Бәсе. 10 миллион, 10 миллион. Онда 650 миллион теңге айына таза табыс табады, ойлаңыздаршы, машалла. Жалпы біздің жастарға беретін кеңесі 就是你跟年轻人像说什么，就是像我们这样的 ключевой факторлар. 就是бұл айтып жатыр. Жалпы сіздерді көріп, мен таңғалдым дейді да. Сіздерден мен андай ilgilişlik көрдім дейді жастардан. Енді сіздер дейді, осы ұйымшылықтарыңызда да көрдім деп жатыр да, короче. Енді осы ұйыммен сіздер тоқтамай еңбек қылатын болсаңыздар, мен көп ұзамай жетістікке жететініңізді білемін дейді. Көп ұзамай дегенде бұл уақыт келесі жылы сіздер сондай болуыңыз мүмкін дейді. Сіздер бұған таңғалмау керексіздер дейді, короче. Миларыңызда сондай нәрсе болу керек деп отыр, короче. Соған жетесіздер деп отыр. Командамен жұмыс жасау керек. Командамен, короче, бірлесіп, бауырмашылықпен жұмыс жасауға жетесіздер. Түпкі компанияның мақсатын айтасыз, сұрайсаңыз? 就是刚才我的那样，就是公司的主要目标是。Мен жалпы бастық деген деңгей дейді да. Ол жалпы жұмысшыларына жақсы қамқор болатын адам дейді да. Біздің жалпы компанияның бастығы сіздер сияқты жұмыс жасап жүрген компаниямен осылай соларға көмектес алу деп жатыр да. Сіздердің ана елдеріңіздегі екінші әйелді жаңа
екінші әйел алып балаларға қамқор болатын сияқты бізде де сондай, короче, мақсатымыз сондай деп отыр, короче. Да, машалла. Ема четко түсіндірді бәже. Вообще, әдемі түсіндірдің деп айтшы. 就是你说的，Вообще 就是你 красавчик. 刚才说，是这样吗？是，就是你说的刚才的话，比我们这个娶老婆第二个是，他说这个是特别好的那个比喻，对，特别好的比喻。 650 миллион теңге таза тауып жүргеннен кейін қалай бұл кісілер 650 миллион теңге таза тауып осындай қарапайым біз сияқты жас балалармен айтқанда біздің орнымызда вообще бір жұмыс істемейтін адам болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Қалай қарапайым осылай деңгейге түсіп қарапайымдылықты сақтауға болады? Осы нәрсені таңғалдырды деп айтшы. 就是我们很惊讶的是，семьямен ұқсас, мен жаңа түсіндіргем ғой, жаңа ең басында екеуміз дос болғанымызды, дымы жоқ болғанын, Қазақстанда сауда жүрмегеннен кейін ештеңесі жоқ, Ресейге кетіп, ешкім оны күтіп алған да жоқ деп түсіндіріп жатырмын ғой. Мен осыны естіп таңғалдым дейді да, бұл жағынан екеуміз ұқсап қаламыз деп жатыр да, короче. Ал екінші мәселе ол, жаңа біз сіздер шетелден келгеннен кейін, алыстан келгеннен кейін құрмет болу керек дейді да, ол кісілерге деген. Ал тағы бір нәрсе, қанша жетістікке жетсең де, қанша ақшаң болса да, сен мақсатыңды ұмытпасаң, бірінші қойған, сендер де сондай боласыңдар, сендер де қарапайым сақталасыңдар. Просто адам мақсаттан ауытқып кетпеу керек деп жатыр да, короче. Ауытқып кетпеу керек, иә, мақсаттан, короче. Сен мақсат қойдың ғой, мысалы, мен кейін бірақ бір осындай деңгейге жетпес үшін сен бір мақсат қою керексің да, короче. Кейін қанша ақшам болса да, мен қанша несем болса да, мен осы қарапайымды сақтайын десең, және сен сонымен жұмыс жасай берсең, сен оны еске алып тұратын болсаң, сен олай кетпейсің, короче. Машалла, керемет, Алла разы болсын. Бұл кісі жалпы неге айтқанда өте қарапайым киінген, өте стай салайын. Шапкаттар түрлі сияқты болды. Неге бұлар кісілер қарапайым киінеді, неге брендовый 650 миллион теңге, брат, ты че, брат? Қалай күшті, мысалы, бана зикір мініп алғанын байқасаңыздар, қандай күшті өсін, айтқанда сырттан күшті киініп, брендовый киінбейді деген сұрақ, бағанағы сұрақ қой мен қойған. 他就是想说的，былай айтып отыр бұл кісі. Мысалға, адамның ең басты құндылығы ол жүректе болу керек, іште болу керек дейді да. Аха. Жаңағыдай бренд киімде емес, жаңағыдай не емес дейді да. Сен маңайындағы адамдарға, қоғамыңа пайдаң тие алатындай болу керексің дейді да, короче. Вот сол кезде адамдар сенімен жақсы қарым-қатынаста болады дейді да, короче. Мен сол үшін соған мән беремін дейді, короче. 在中国有一句话叫从权重中来到权重中去。对，什么意思啊？说一下。到就是你是从权重中走出来的，那你还要能够回归到平凡的权重中去。你不能就自己觉得自己高高在上，或者觉得怎么样，那就有距離感了跟大家。 бір сөз бар дейді. Сен қалай шықтың, сол жерге баратынды білу керексің деген сияқты сөз бар дейді да, Қытайлардың ше. В общем, адам осындай сөздерді өзіне не тұтып алу керек дейді. Иә, мына Қытайда байқағаным мұсылманшылық, былай айтқанда басқа шет елдерде мұсылманшылық күшті көрінеді, бірақ ислам діні жоқ та бұл жерде, дұрыс па? Ана мен сырттан ислам дінін көрдім, бірақ мұсылмандарды көрмедім дейді да. Ал кейбір елдерге барып мұсылмандарды көрдім, бірақ ислам дінін көрмедім деген. Иә, машалла. Жақта көркем мінезділік бар. Жаңа мысалы біз тамақ ішіп отырған кезде де бізді күтіп отыр да, короче, негізі бәрін дайындап қойған, біз андай кеттік деген сөзіміз ғана күтіп отыр да, өзі айтқан жоқ, кеттік давай деп айтқан жоқ та, короче. Біздің давай кеттік деген сөзімізді күтіп отыр да, короче, сондай нәрселер бізді таңғалдырды, короче. Иә, бұл командаға көп вкладываться етеді екен бұл кісілер, иә, жұмысшыларына көп вкладываться етіп, бағанандай тек қана өзіне емес, бүкіл командасын жағдай жасап, жұмысшылардың ақысын береді екен да, сөйтіп жұмысшылар компанияның дамуына қатты үлес қосады. Сол кезде бұл кісілер осындай үлкен деңгейге жеткен екен 14-15 жылдың ішінде. Вот, Аллах разы болсын деп айтайық. Thank you very much, brother. Nice to meet you. Достар, мына жерде міне уже сборка процесі. Бұл товарлар келгеннен кейін ана жерде брендировать ететін станоктар бар. Осы товарларды барлығы упаковка жасап, бүкіл рынок Америка болсын, Қазақстан, Индонезия болсын, кез келген мемлекеттерге осы жерде міне қараңыздар, отправка болып жатыр. Қазір процесс міне көрсетші. Иә, в общем, отправка процесі болып жатыр. Бұл складтың жүйесіне мен өте қатты таңғалдым, себебі барлығы порядокпен жасалған, четко. И мына 1000 адамның зарплатасын қалай төлейсіздер десек, айтып отыр, бұл жерде енді адамдар қосымша қалып, көбірек жұмыс істейтін адамдар айына даже миллион теңгеге дейін табады. 15 000 юань деп айтылады. Миллион теңгеге табуға да мүмкіндік берген ғой, былай айтқанда обычный сортировщиктің өзіне. Ойлаңыздаршы, зарплата емес, чисто объемға. И ең қызығы бұл жердегі товарлар көбінесе TikTok арқылы сатады дейді. TikTok пен бана Америкаға жібереді, Америка TikTok арқылы сатады, осы товарлардың барлығын дейді. Ойлаңыздаршы.
көп товарлар TikTok арқылы өтеді. Біз менсінбей жүрміз ғой қазір TikTok'та уақыт өтетін жер деп. На самом деле енді шетелде, Америкада, осы Қытайда дамыған TikTok ол біздің TikTok емес. Біздің TikTok сияқты емес. Ол жерде кәдімгі ішінде маркетплейсі бар. Ішінен прямой заказ бере беретін дейді. Вот сондай бір артықшылықтар бар. Қазіргі уақытта ақша істеуден рекорд қойып жатқан сол бізде TikTok рыногы. Тоже TikTok рыногын тоже зерттеп көрсеңіздер болады, иншаллах. Вот. В принципе, осындай біздің заводымыз, иншаллах, сіздерге обзор ұнаса, осы жерден пайдалы бір кішігірім болса да білім алсаңыздар, онда обязательно лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Басқа да заводтарға, басқа мемлекеттерге барсақ та, осылай максимально сіздермен білімдерімізбен, көрген нәрселерімізбен бөлісетін боламыз. Және достар, біз осылай заводпен жұмыс жасаймыз, и осы Қытайдағы мықты товарларды, уникальный күшті товарларды біз негізінде Мәскеуге апарып қойғанбыз. Біздің өзіміздің Мәскеуде үлкен складымыз бар. Сол жерге көп ассортиментте, 500 ассортиментте осындай күшті товарларды апарып қойғанбыз. То есть даже негізінде сіздер егерде сауда жасаймын деген ниеттеріңіз болатын болса, онда сіздер товарды тестировать етпей, сатып алып, рисковать етпей ақ, біздің каталог деген продуктымызды алып, соның ішінде ол ешқандай курс ештеңе емес, соның ішіндегі товарларды, то есть каталог деген список товарлардың списогін алып, сол товарды сатып алмай, Wildberriesқа салсаңыздар болады, Мәскеу арқылы. Ол қазақстанский ИП-мен үйде отырып онлайн жұмыс жасауға болады. Ол өте айтқанда обширная тема и қызық, оңай тема. Егер сіздерге қызық болатын болса, онда мен мына жерде видеоны қалдырамын. Сол біздің видеоға өтсеңіздер болады, қалай үйде отырып 2-3 сағат қана уақыт бөліп, айына 300 мың, 400 мың, 500 мың, миллион, 2 миллион теңге табуға болады. Сол туралы видеомыз бар. Толықтай бір 20 минуттық соны көрсеңіздер, осы Қытаймен қалай жұмыс жасау керек, шынымен өзіңнен қалай табыс табуға болады, үйде отырған ана болсын, студент болсын, немесе басқа бір адам болсын, қосымша жұмыс ретінде осы жұмысты негізінде жасаған біз ұсынып жатқан каталог проектісін. Біздің Instagram парақшаға тіркеліп кетіңіздер, YouTube парақшаға тіркеліңіздер, лайк, комментарийді басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Қасымбек Әдірхан.